Қайырлы күн, балалар. Менің есімім Ануар Төкенов. Мен футболдан жаттықтырушымын. Біз сіздерге үйде жасай алатын жаттығуларды көрсетеміз. Ол үшін сіздерге фишкалар қажет. Фишкалар болмаса, үйдегі әртүрлі заттарды қолдануға болады. Жаттығуды бастаймыз. Бірінші жаттығу координацияға арналған 10 аяқпен фишкалардың арасына тигіземіз. Аяқтың ұшына тұрып, тіземізді бүгіп, арқамызды тік ұстап, қолдарымызбен жұмыс істейміз. Келесі жаттығу дәл солай, сол аяқпен. Келесі жаттығу слалом. Оны иықпен кіреміз, және де сол иықпен кіреміз. Аяқтың ұшымен тізелеріміз бүгіп, арқаны тік ұстап, қолдарымызбен жұмыс істейміз. Келесі жаттығу аяқпен доптың үстінен сыртына қарай жұмыс істейміз. Жылдамдатуға болады, тезірек істеуге. Келесі жаттығу аяқпен доптың үстінен ішке қарай жұмыс істейміз. Жылдамдырақ істеуге болады, тезірек. Келесі жаттығу екі аяқтың табанымен жұмыс істейміз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше жаттығу жасаңыз.